Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін өздеріңіз видеода көріп тұрғандардай осындай супер хаттаманың рецептімен бөлісетін боламын. Және де менің арнама подписаться батырмасын басып, алдағы уақытта видеоларымды жіберіп алыңыз үшін қоңырауша белгісінде баса кетіңіздер. Және бұл рецепті мен бір жасағаннан сәтті шығатын рецепт деп айта аламын. Сіздер жасап көріңіздер. Өте қатпарлы және дәмді болып шығады. Ең бірінші 700 грамм ұнымызды електен өткізіп, осылай ыдысымызға салып аламыз. Үстіне бір ас қасық сұйық майымызды құямыз және бір шай қасық тұзымызды құйып, 400 мл өлшенген бөлме температурасындағы жылы суымызды құйып, жақсылап илеп аламыз. Кез келген қамырдың, нанның сәтті шығуы ол илеуіне байланысты, сол үшін жақсылап илеуін қандырып, бір текстетіп илеп алыңыздар. Иленген қамырымызды бір 10 минутқа тұндырып қоямыз. Қамырымыз тұнып болғанша мен хаттаманың арасына өз қалауым бойынша жусай қостым. Алдын ала жуып, осындай ұсақтап турап аламын. Егер сіздер жусайды қаламасаңыздар, кез келген көкшөп түрін, яғни көк пиязды, укропты салуыңызға болады. Немесе салмай, тек қана хаттаманың өзін пісіріп жей берсеңіздер де болады. Тұнған қамырымызды екі бөлікке бөліп, тағы да бір илеп тұндырып қоямыз. Міне біздің 5-10 минутқа тұнған қамырымыз осылай жылтыр болып бір тегіс етіп білініп тұрады. Тұнып тұрған қамырды жаю да оңай болады. Қамырымызды жайып аламыз және қатты жұқа қылмай және қатты қалың да қылмай, орташа жұқалықта жайып аламыз. Міне видеода өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай бірінші суаламды жайып, бұны шетке қоя тұрдым. Енді екінші суаламды жайып алуым керек. Қалыңдығын видеода көріп тұрсыздар. Қатты қалың, қатты жұқа да болмайды. Міне екінші суаламды да жайып алдым және алдын ала газге мен 82% сары майымды ертіп қойдым және бірнеше минут қайнаттым. Қайнатуының себебі құрамындағы майдың артық сулары болса, сол қайнап шығып кетеді. Және де қамырымызға жаққан кезде майымыз өте жұмсақ болып жақсы сіңеді. Егер де қамырымыздың шеткі бөлігіне май тимей қалса, осындай әдіспен барлық шетіне бір тегіс майымызды жағып аламыз. Және мен үстіне осындай жусайды турап қосып жатырмын. Енді екінші жайылған суаламызды осының бетіне жайып, қалған сары майымызды құйып, тағы да бір тегіс етіп жағып аламыз да оқтаудың көмегімен әдістеп орап аламыз. Әрине сіздің өз әдісіңіз болса, ол әдісті де қолдана берсеңіз болады. Маған осы әдіс ыңғайлы. Осылай оқтаға орап, пышақтың көмегімен тең бөлікке бөліп аламын. Осы бөлінген қамырымды тағыдай теңдей екі бөлікке бөліп, бөлінген екі бөлікті көз мөлшерімен тағы да 6 бөлікке бөлеміз. Сонда менде 6 қаттама шығады. Осы әдіспен жасайтын болсаңыздар, қатпарлары мол болып, әдемі болып көрініп тұрады. Және де ораған кезде, қазір кішкене бөлікке, домалақ бөліктерге жайған кезде осы қатпарлықтарын құртып алмасаңыз болды. Ең бастысы міне видеода өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай ақырындап осылай орап аламыз және қолымыздың көмегімен ақырындап қатпарын бұзып алмай осылай басып шығып қамырымызды жайып пісіріп ала береміз. Тақтайымызға жабысып қалмас үшін аздап ұн сеуіп жайып ала берсеңіз болады. Және шетінен кішкене осындай бөлігі шығып тұрса, қолыңыздың көмегімен дұрыстап домалақ пішінге келтіріп алыңыз. Жұқалығы қатты жұқа емес, қатты қалың да емес, осылай жайып аласыздар.
Табамызды қатты отқа қоюдың керегі жоқ, баяу отта пісіресіз, және де майын кілкілдетіп құюдың да керегі жоқ. Жай ғана жұмыртқаны қуырған кезде құятын майыңыз немесе жай ғана табаңызды майлап, баяу отта бетін жауып 10-15 минут аралығында пісіріп ала бересіз. Тіпті осы дайындаған хаттамаңызды домалақ пішінге келтіріп жайып болғаннан кейін арнайы кондитерлік пакетке орап морозиліңізге қатырып қойсаңыз да болады. Асығыс кезде немесе қонақ келген кезде морозиліңізден шығарып дәл осылай пісіріп берсеңіз қонақтарыңызға ұнайды деген сенімдемін. Қыздар, міне көріп тұрсыздар ма? Видеоның өзінде қатпары қандай әдемі көрініп тұр, және өте жұмсақ, және де майсыз, көріп тұрғандарыңыздай майы кілкілдеп тұрған жоқ. Тіпті құрамына да анау айтқандай бір ерекше қымбат зат қосылмайды. Үйдегі бар затыңызбен ғана жасай аласыз. Сіз де жасап көріңіз. Міне сіздерге хаттаманы бөліп көрсетейін. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай хаттаманы бөлген кезде тіпті арасындағы бөліктердің өзі қатпарлы болып, нағыз хаттама болып тұр. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, және алдағы уақытта үйіңізге қонақтарға келген кез келген рецепті жіберіп алмас үшін менің арнама жазылып, қоңырауша белгісін баса кетіңіз. Назарларыңызға көп рахмет.